Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 4-ші сынып. Бөліндінің мәнінде нөлдер болатындай көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Оқу мақсаты: бөлінді мәнінде нөлдер болатын жағдайда көп таңбалы санды бір таңбалы, екі таңбалы, үш таңбалы санға бөлу алгоритмін және керамал алгоритмін қолдану. Үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану. Сабақ мақсаты: бөліндінің мәнінде нөлдер болатындай көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлуді орындап үйренесің. Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күн біз үшін сәттілікке толсын. Бірінші тапсырма: мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы музыкатану ғылыми тарихында тұңғыш рет 5 топтық қазақ музыкасының антологиясы жарық көрді. Есепте және осы кітаптың бірінші тобы қай жылы жарық көргенін анықта. Ол үшін 650 мен 25-тің көбейтіндісінен азайтамыз 14237-ні тең 2013-ке. Екінші тапсырма: есептеуге қарай, екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қолданып есептеуді түсіндір. 45135 пен 45-тің бөліндісі. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. Ол 45. Бөлінді неше таңбалы сан болатынын анықтаймыз. Ол 4 таңбалы сан болады. 45-ті 45-ке бөлгенде 1 болады. 1-ге 45-ті көбейтіп 45-тен алғанда қалдық 0 қалады. Келесі 1 санын түсіреміз. 1-дің іште 45 саны жоқ, яғни 1 саны 45-ке бөлінбейді. 1-дің қасына 3-ті түсіреміз. 13-тің ішінде 45 жоқ, яғни 13 саны 45-ке бөлінбейді. 13-тің қасына 5 санын түсіреміз. 135-тің ішінде 45 саны 3 рет кездеседі. 45-ті 3-ке көбейтеміз. 135. 135-тен 135-ді азайтқанда қалдық 0 болады. Бөлінді 1300-ге тең болады. Егер толымсыз бөлінгіш үшеуін жазбада біз қатар екі цифрды түсірсек, онда 0-ді жауапқа тіркейміз. Ал егер қатар 3 цифр түсірсек, онда жауапқа тағы 1 0-ді тіркейтін боламыз. 45135-ті 45-ке бөлгенде 1003-ге тең. Үшінші тапсырма: есептеулерді жазбаша орындап, оны тексер. 9684-ті 12-ке бөлгенде 807-ге тең. 807-ні 12-ке көбейтсек 9684. 4784-ті 23-ке бөлгенде 208-ге тең. 208 пен 23-дің көбейтіндісі 4784-ке. 94770 пен 45-тің бөліндісі 2106. 2106-ны 45-ке көбейтеміз 94770-ке. 95883-ті 31-ге бөлгенде 3093-ке тең. 3093-ті 31-ге көбейтсек 95883-ке тең. Дескриптор: есепті жазбаша есептеп тексереді, 2 балмен бағаланады. Төртінші тапсырма: есептеуге қара. Қалай есептегенін түсіндір. 820.680-ді 21-ге бөлеміз. Ол үшін 82-ні аламыз. 82-ні 21-ге бөлеміз, 3-тен береміз. 63-ке тең. 82-тен 63-ті азайтқанда 19 қалады. 19 21-ге бөлінбейді. 0-ді түсеміз. Сүреміз. 190 болады. 190-ды 21-ге бөлгенде 9-дан береміз. 189-ға тең. 190-нан 189-ды азайтқанда 1 қалады. Жоғарыдан 6-ны түсіреміз. 16 болады. 16 21-ге бөлінбейді. Сондықтан 8 санын түсіреміз. 16-ның қасына. Жоғарыдан 2 сан түскенде бөліндінің мәніне 0 беріледі. 168-ді 168-ге азайтқанда 0 қалады. Жоғарыдағы 0-ді бөліндінің мәніне тіркейміз. Тексеру: 39080-ді 21-ге көбейткенде, бірінші алдымен бірлігіне көбейтіп аламыз. 3908. 10-қа көбейтеміз. 7816. Қосын 820.680-ге тең. Бесінші тапсырма: есептеп дұрыстығын тексер. Мәндері берілген, оны тексерген, өздеріңіз қарап аларсыздар. Егер де тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда балалар, сіздер де дескриптормен бағаланасыздар. Есептің дұрыстығын тексереді, 2 балмен бағаланады. Математика күнделікті өмірде
Композитор Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы туған. 1956 жылы «Менің Қазақстаным» әнін жазған. Ол уақыт өте келе Қазақстан Республикасының қазіргі мемлекеттік гимніне айналды. Өзінің осы танымал әнін жазған кезде Шәмші Қалдаяқов яғни есептің шартын құрып аламыз. Туылды 1930 жылы, ән жазды 1956 жылы. Қанша жас екені белгісіз, шешуі 1956-тан 1930-да азайтқанда 26. Ән жазған кезде 26 жаста болған екен. Дескриптор есепті шығарады, 1 балмен бағаланады. Өрнектердің мәнін тап. Бұл жерде өрнектер берілген екен, 988-ге қосамыз, 1530-ды бөлеміз, 12 мен 6-ның көбейтіндісі азайтамыз 62-ге, тең 1141-ге. Келесі өрнектерде мәнін тексеріп алыңыздар. Дескриптор өрнектің мәнін табады, 1 балмен бағаланады. 8-ші тапсырма. Мәтіндердегі деректер бойынша есеп құрастыр және шығар. Бұл жерде есептер берілген, бірінші есепті талдап өтейік. Асы 1980 жылы Алматы қаласында ұлттық музыкалық аспаптар музейі ашылды. Музей ғимараты ағаштан салынған сәулет өнерінің үлгісі. Оны 1908 жылы Андрей Павлович Зенков тұрғызған. Ашылды 1980 жылы, тұрғызылды 1908 жылы. Музей салды, кейін шешуі 1980-нен азайтамыз 1908-ді 72 жылы. Жауабы ғимарат 72 жылдан кейін музей болды. Қалған есепті де өздеріңіз талдай отырып шығарасыздар. Егерде дұрыс шығарған жағдайда дескриптор арқылы бағаланасыздар. Есептің шартын құрады, шешуін табады, жауабын жазады, 2 балмен бағаланады. Теңдеулерді шеш. Бұл жерде күрделі теңдеу берілген. 12.000 көбейту x тең 800 көбейтілген 30. 12.000 көбейту x тең 24.000. X тең 24.000-ды бөлеміз 12.000-ға. X тең 2-ге. 12.000-ды көбейтеміз 2-ге. Тең 800 көбейтілген 30. 24.000 тең 24.000-ға. Келесі теңдеулерді өздеріңіз шығарып, мына жерде шығарылған теңдеулердің мәнімен тексересіздер. Дескриптор теңдеудің түбірін табады, 1 балмен бағаланады. 10-ші тапсырма. Ойлан және жауап бер. Музейге бару үшін оқушылар 3-тен сапқа тұрды. Айна, Алия, Арман алдынан санағанда 7-ші қатарда, соңынан санағанда 5-ші қатарда тұрғандарын байқады. Музейге неше оқушы барған? Шартын құрайық. Сапқа тұрған 3 адамнан алдынан 7 қатар, артынан 5-ші қатарда. Шешуі 7 қосу 5 пен 1-дің айырмасы тең 11-ге. 11-ді көбейтеміз 3-ге, тең 33 оқушы. Жауабы музейге 3 оқушы барған. Дескриптор музейге неше оқушы барған табады, 1 балмен бағаланады. Үйге тапсырма. 11-ші тапсырма. Есептеп дұрыстығын тексер. Бұл жерде өрнектер берілген, сол өрнектердің мәнін тауып дұрыстығын тексересіздер. 73.980-ді 36-ға бөлгенде 2055, 2055-ді 36-ға көбейткенде 73.980-ге тең. Қалған өрнектің мәнін өздеріңіз тексеріп аласыздар. Балалар, міне осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.